Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде таңғы асқа арналған гренки, яғни жасалу жолын бөлісетін боламын. Менің арныма жазылуды ұмытпаңыз, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқа және де сүт. Сүт маңызды емес, тек жұмыртқаны қолдансаңыздар да болады. Және дәміне қаратай тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Гренкиға көп жағдайда өзім дүкеннен алынған бөлкен нандарды қолданамын. Үйде бір күн, 2 күн желінбей қалған жағдайда дәл осылай жасап жіберемін. Дәмді, күшті шаймен ішкенге, таңғы асқа тойымды тағам. Видеода көрсетілгендей бөлкен нанымызды екі жағында жұмыртқаға өз бойына сіңіргенше малып аламыз. Табамызды отқа қойып, табағымызды қыздырып, содан соң майды қыздырып аламыз. Екі жағы қызарғанға дейін қуыратын боламыз. Келесі бетіне аударамыз. Дүкеннің нанын, немесе үйде тұрған қолдан піскен нанды да дәл осылай жұмыртқаға қуырып алсаңыз болады. Міндетті түрде жұқалап кесу керек нанды. Гренкиларымызды қуырып алдық. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода мен лагманның тестасын көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.